Ей жан, Аллаға шүкір, міне мәке, осы күнге жеттік. Тәуба, міне Құдайдың жаратылысы деген бөлек қой негізі. Қараңыздаршы, әкесі мен баласын. Қайсысы әкесі деп ойлайсыздар десек. Алла тәуба. Бочкадан точкадан бочка әйтері бір бәле болып жатыр нәжер. Құрметті меймандар, мына арттағы тұрған сыйлықтарға бір қарап қойыңыздар. Мына сыйлықтардың бәрі бүгін сіздерге берілетін сыйлық. Бұдан бөлек сұлтан өнердегі адамдардан бөлек бизнесмен адамдармен өте қатты араласады. Өткені біледі кімде ақша барын. Сондықтан сұлтанның тойына келген братандарының арасынан мынау сұлтанның тойына деп ойынға ататын братандарың бар ма, ақша ататын? Кім бар? Так, бар ғой, көп қой негізі. Біреу тұр ғой, міне Мырза деген жігіт. Мырзаның атынан қазір просто ерекшелеп біреуді айтсаң қалғандар ренжіп қалуы. Ренжімейді, несіне ренжиді? Ақшасын алып аламыз, бұл пофиг емес пе? Мырзадан баса. Мырзаге қанша атасың? Наличка. Ойынға ше просто. Қанша атасың? 100 мың. 100 мың, шапалақ. Әке, Мырза. Әке, Мырза, мен сенбеймін. Ажаға, мен сенбеймін ондайға. Бұл машинасында ақшам бәрі. 100 мың Мырзаның атынан. Тағы? Тағы, көп қой ағаларым. Ой, айтшы. Жоқ, мен аттарын атамай-ақ өздері-ақ тұрып негізі бұлай беретін ағаларым көп. Сол мына жақтарда өзім танитын. Мына жақтарды білем ғой, өзіміз ғой мына жақтың бәрі. Мына жақтың бәрі өзіміз жаңағы. Чымалғанстан, анау-мынау. Жинканың атынан 100 мың. 100 мың. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 мың теңге Жинканың атынан. 100 мың Мырзаның атынан. Ең жағдай нашар Жинканың өзі 100 мың шығарып отыр. Жағдай төмен ау деген баланың өзі 100 мың шығарып отыр. Мырзаның ат, бұл новый ақша ұстайды атаң әтші. Мынандай 10 мұңды көрдіңдер ме? Мырзаға Алла разы болсын, көп-көп рахмет. 200 мың. Қалғандар не болды? Қамырға түйіліп қалдыңдар ма? Рахымжан ағасының атынан 200 мың. Кім, Мырза? Мә, 100 мыңды алып кет. Әншілердің өзі әннен тойдан ақша тауып жүріп 200 мың. Ағасы ғой бір шапалақ соғайық. Рахымжан Жақайым. Рахымжан Жақайымнан 200 мың. Мырзадан 100 мың. 6-7 заводы бар. Жинкадан жаным, әркімнің үстінен ақша көріп. Жинаған ақшасын шетінен 100 мың бер, жеңгем айрат шығар үйге барғасына язы. Жеңгем түкіргін жұтамай отырған жерде. 400 мың теңге. Кім бар тағы 500 қылатын? Ешкім жоқ па? Өзімнің атынан атайын онда, я? Менің атынан. Болады, сабыр. Қуасың ба? Шалмауыз. Ат деп тұр ғой ма? Менің өзім 1,5 миллион тұрам, бауырым, жетпей ма саған? 100 мың. Кім боласың? Досымын. Досының атынан 100 мың. Рахмет. Жетеді, нормально беш. Мына жақта 2 миллионның бадараксы тұр, жетеді осы. Жоқ. Тыныш тұрсай, бауырым, 500 мың теңге деген не ол? Мен задат кім қойшын? Асекеңнің атынан! Асылбек ағасының атынан, Ашоқтың атынан, ең ақшасы көп жаным, ағам, жаман жақсы көрем сізді бар ғой. Ашоқтың атынан шапалақ соғамыз ба? Қанша? 101 мың. 110 мың. 101, рахмет. Атайат, бұл да қырсық қой, 101 мың берді ғой міне. Кім? Айтпақшы, кім бар ғой? Қарағандыдан келген кім еді? Әншілердің әнін салатын. Нұрымның Ол бір жылғысын сойып, кәдімгі жіліктеп салсын. Өзің жейтін нәрсеңді айта бермеш бізге. Нұрымның атынан
Нұрымның атынан 100 мың. 100 Каспий, да, наличка. Асекеңе жібер, Асекең наличка береді. Тұр, бауыр, мен сразу шешіп тастаймын ондай проблеманы. Асеке, нөміріңді айтты, 100 мың беріп жүрсің аға. Рахмет. Шудан келген Нұрболдың атынан басы десе. 600 мың қанша болды? 500, 600 Нұрымдікімен 700 болды. Оттама, қанша? 1 мың. 701, әкең бәрін санап тұр мына жерде. 701 мың теңге шапалақ бар ма, жоқ па? Рахмет, Нұрым. Рахмет. Жаным. Рахмет. Кім бар? Ақа бар. О, айтпақшы, кім бар? Сөйтіп айтпыш, бұрадан. Рахымжан да біледі, кімде ақша барын. Бересің доле. Рахымжан 200 мың шығарды. Рахымжан аға патологта тұр, шапалақ соқып қойыңыздар, әлі ешкім жеткен жоқ. Еще, кім бар ғой? Нағашың, Баха фестиваль. Баха фестиваль. Бақа кеше 1 миллион теңгесін кәдім құдалыққа кеп тысаған адам, оған енді тиіспей қойған. Оттама, мен шаруам жоқ құдалығында. Баханың атына. Қанша? Каспий. Өзім бала санына берсін бауырға. 50 мың. 100 мың, 200 мың. Айтып, 50 мың ба? 100 мың, 100 мың. Сөйт шайна. 100 мың, шықты. Ақша барған наличка. Каспий. Жүр, Асеке бер шынаған. Жүр. Проблеманың бәрін шешіп тастаймын. Бар ма? Әкен. Бақаға шапы. Құрметті ағайындар. Пергіш. Қазақстан бойынша мен туысқаным жоқ па? Келген жоқ па? Келген жоқ па? Номер 1 аранжировщик. Келген жоқ па? Мен туысқаным. Қуаныш ағамыз бар. Сен одан кейінсің ғой бәрібір. Қазір ақша бергесін айтып атқаным ғой. Қуаныш аға, оған режим ет шығарсың. Бірінші орынға таласпай шығарсың, братан. Әйеліңмен өлең айтпайсың ба сен, братан? Сіздерден жоқ, сом да бола береді негізі. 1 миллион сом деп. Так, қанша болды общий? 801 мың шапалақ бар ма? $801 мың теңге ақша болды. Роза әпшеміздің атынан 100 мың теңге қошемет. Роза әпшеміздің атынан 901 мың болды. 99 мың кереген дағайындар. 1000 теңгеден жинап шықсам бәрінен. Битик 900 мың теңге және Сабыржан Тамаданың атынан 100 мың теңге. 1 миллион қылайық, құрметті ағайындар. Рахмет. $200 менің атынан. Солтан конкретно ғой бауырым жан. 100 мың болады ғой. Мыналарды алып тастайық. Общий 1 миллион теңге. Және сертификат бренд құртша жаға. 20% скидкісінес. Жағарсын өз жеп тауыссын. Ау! Сертификат бір адамға умраға. Қараңыздар. Өлі ажаға қатыразаны. Сертификат умра. Мынаны алайықта 1 миллион теңгені Дубай деп қойық. Дубай. Отқан адам Дубайға барсын. Либо Тайландқа барсын. Сөйтіп барып, умраға барсын деп әңгіме жүрсін. Братла, тәубе жасайды дегім, ау. Қазір асықпа. Құрметті меймандар, ең бірінші ойын қызық болсын. Былай жасаймыз. Намерақтарыңызды алдыңыздар ма? Намерок бар, ескертілі көрік сол. Намерокта, тарелкінің астында намер... ана кісі бетімен қадалды ғой салатқа. 1 миллион теңге деп бетіне салат жабыстыра салды ғой кәдімгідей. Бар ма? Намерок алдыңыздар ма? Алған болсаңыздар. Номер 1 аранжировщик келді.
Бісміллә, ассалаумағалейкум. Ке, Сұлтан, былай істейміз, қалжыңсыз ең бірінші ойнатылатын қымбат бір ойынды алып шығайық. Қымбат, ең бірінші қымбат болсын, әрі қарай арзандарын ойнатайық. Телевизор қылайықшы. Ең бірінші телевизор. Ең бірінші телевизордың жеңімпазы. Қол соғамыз ба, соқпаймыз ба? Жігіттер, отырайықшы. Рахымжан аға, отырғызып тез-тез, сосын амандаса береміз. Сұлтанның атынан, Сұлтанның тойының атынан, бисмилля деп, ең бірінші телевизордың жеңімпазы номер... Сразу айтайын ба? Номер 83. Шапалақ соғамыз, 83. Рахмет. Рахмет. Аллаға шүкір. Бұл Сұлтанның ағасы, өмірдегі ағасы, жақында міне үй салып бастады. Әлі бітпей жатыр. Бір минут осыған беріп жіберейін ба? Бір жарым бітір ба? Сол үйіңе, Рингоның үйіне телевизор құтты болсын. Рахмет. Жаным, Құдай деген адам ғой бұл ше. Бұның омыраға ниеті жоқ ше бұның. Әйтпесе омыраны ұтады, бұл ниетін бәрі сол үй болып отыр ғой қазір. Құтты болсын, братан. Біздің атымыздан телевизор құтты болсын. Істемей қап, анау-мынау болып жатса, Құдай өзі кешірсін, бауырым. Жоқ, гарантиясы бар. Гарантиясы бар. Любой нәрсенің гарантиясы бар. Гарантиясы бар. Любой нәрсенікі бар ма? Мына жердегі заттардың. Сөйтіп айтса бауырым. Болды, алып кете ғой. Құтты болсын деп бір қол соғамыз ба? Батя, екінші сыйлықты алып шығыңыз. Мә, қызық болайын деп жатыр. Тастайықшы, әңгімен бәрін қысқартайық. Бісміллә. Батяның атынан номер 53. 53. Кімде? 53. Номер 53. Билет кел. Билет. Рахмет. Атыңыз? Гүлнар. Кім боласыз? Құрдас. Кімнің? Марат. Мараттың құрдасы. Сізге мынандай сумка бұйырды. Шапалақ соқпаймыз, құрметті ағайындар. Құтты болсын. Апа, біреуін алыңыз. Рахмет. Рахмет. Басқа прическаны өлтірсіз бүгінше. Басың жуып келгенше, машинадан басың шығарып келгенсіз ба, не істейсіз? Номер 171. 171. 171. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Рахмет. Кім боласыз? Мен ба Патшаханның папасының кластасымын. Нағып жүрсің, братан, біреудің тойы. Ауылдан келдіңіз ба? Жоқ, Ұзынағашта тұрам. Сарыағашта, Ұзынағаш. Патшаханның папасының кластасы. Қол соғамыз ба? Құда. Рахмет. Құдаға анау сумка болмайды. Құда телевизор ұттыңыз. Рина, берші телевизорды. Қалсына. Мен өзім білем ғой, Сұлтан, араласпасаңдар, саған бұл бренд плов емес қой, кетші ақ қарай. Мен өзім білем. Бұл құда Патшаханның әкесінің жоқтығын кәдімгідей білдіртпей, осы тойға құда болып келіп отқан әкесіне бір қол соқпайық, құрметті ағайын. Рахмет. Бұл кісіге сумка. Рахмет аға. Қатыр жүрген соғыш. Телевизор береді деп ойлады ғой дейм пақой. Келесі мен өзім алып шығайын ал. Бісміллә, менің қолым емес, Амилайдың қол деп жібересің. Хоппа деп асанға шықса. Екі жүз сексен жеті. Атыңыз кім? Гүлмира. Кім боласыз? Марат Жұлпиян құрдастары бұл. Мына сол бәрі құлдастар ғой, Ауылдасы, құрдасы. Ауылдасы. Ауылдасы емес, ауылдасы. Енді Қарақалпақстаннан келдік. Қарақалпақстаннан келдік. Кел, тіл үйретем сізге. Стоп. Қайталаңыз. Хау. Алыпса, хауды алып тастаймыз. Ауылдасы. Ауылдасы.
Сізге Дайсын. Dyson оригинал. Бей! Қойсай. Кесе апа. Yedi felek burcunun bir pir envarıman Pinhan Рахмет. 1 миллион болса басқаша билеуші едің, не? Дайсонға өзінше билеп жатыр ғой. Так, Жинка кел, жәнбе. Жинканың Қарақалпақстаннан келіп, Қазақстан, Алматыдан номер 1 тойындастыру орталығы Жинка студия деген жігіт, мына жігіт міне. Рахмет. Тойдың жартысын көтеріп жатыр. А? Тойдың жартысын көтеріп жатқан осы ағамыз, иә, спонсор. Полный. Сразу айтайын, мына ресторанның полный ақшасын осы бала беріп отыр. Қалжыңсыз. Рахмет. Білмеймін, қалай бұны алдап түсірген. Бұл атаң әтті 1000 теңге шығара алмаймыз біз ше. 2 миллионға қатаған ғой сұлтан бар ғой. Нұр, сен шайтанды алдайсың атаң әті. Содан ғой сен патша алдан қойм. Енді Жинканың атынан 366. 366. 366. Рахмет. Бар ма? Қол соғамыз. 366. Маэстро. Сені қалаған көрінбей қалсың жанымнан. Стоп. Мына өлеңді кім айтады? Қай столдан келесіз? 27. Кім боласыз? Марат аға мен Зуляның коллективіміз. Қай жақтағы коллективі? Базардағы ма? Базардағы. 100 теңге ма кіріп кетейіш дейтін жер ғой, Ай, қысылып тұрым, кіріп кетейіш дейді. Сосын берем қазір, кіріп алайш. Жақсы. Сізге базардағы коллективіне пилесос, қошемет соқпаңыздар, құрметті ағайындар. Рахмет. Махаббат жоқ деме. Жаным. Кім айтады? Жақсы сосын. Махаббат, жүрегім менің молодой, кім айтады? Білмейсіз ба? Рахымжан аға сізге лицомен жұмыс істеу керек бар ғой. Әнің бәрін білет тан алар. Ай, Рахымжан аға айтады, тұрып қойшы Рахымжан братан. Ана кісі айтады міне. Вообще оригиналын басқа айтады. Енді Жөнім, мынау менің кішкентай қызым, қол соқ қойыңыздар. Менің атымнан тағы бір кісіге 128 деген кім? 128. 120 маэстро. Рахмет. Бағана апама, бағана сырттағы сен құрттың ғой бізді халал той қылып деген осы кісі емес па? Жаным апа. Бұлар жаман шетінетті негізі ше. Жаным, шыдаңыздар енді сәл. Бізде Марат бар ешті. Енді бітеміз. Атыңыз? Рая. Раяға не береміз? Раяға, Жинка, мына аты не? Білмеймін. Оқыш. Білмеймін, мультиварка дейді ғой. А? Мультиварка деп. Мультиварка, апа. Ішінде виски бар. Шабалы соқ қоямыз, құрметті ағайын. Аласың ба? Давай, біреуін алағай. Менің қызымның атынан номер, әкеман бер. Номер 236. Кімде 236? Қол соғамыз. Рахмет. Сәлемдер. Атыңыз? Мира. Ха? Мира. Кім боласыз? Зуляның абысыны. Сіздің? Мен ба? Жеңгем ғой. Туған? Иә? Бағана кісінің? Жоқ, ол кісінің әйелі басқа ол. Бұл кісі? Бұл кісі осы Алматыдағы ағамыз. Ол кісі бар ма? Бар. Қайда?
Отырғаны. Аға қайдасыз? Келіңіз аға. Аға келіңіз. Қол соқпаймыз. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Сіздікі неше? Менде 300, 259. Құдайдан тілесей, братан, менен немен қыл. Мына болмайды, туысқандар ұят қой мынау. Жеңка, сен 100 мың бердің деп қырат шығарсын да жерді ата. Жоқ, бұл болмайды. Одан кішкентайын берсе туысқандары ғой. Ренжімейді ғой, дұрыс па? Өзінің тойында. Үлкендерін қонақтар қалып қой. Бір тілі оқалым ба, братан? Қап-қара болып, әппа қатына болып өзі. Каз, жан. Мен қызыма мұнан бежеш ме? Ой, шапала сауқ қойды, апарып бер бар. Как раз үйде фен жоқ еді. Ондайын білгенде холодильник тақып кететінен ғой жана. Келесі битик. Мына суперприз бар ғой. Осын мен шығарған $200 бар ғой. Осы $200 100-100-ден қылайықта 2 адамға берейік. 2 адамға берейік, қошемет сауқ қойыңыздар. Менің атынан. Сосын битикші, мен мына умрадан кейінгі призді айтайын ба? Аха. Еркекші. Сюрприз, ешкім білмейді. Құрметті ағайындар, Шымкентте Аядин деген досым той жасады. Лотерея ойнаттық. Айбек біледі ғой. Лотереяның соңында мен былай айттым. Суперприз, олар холодильник қойған екен. Мен айттым, досым, суперприз мен болайын дедім. Біреу ұтып алады, мен тойын тегін басқарып берем. Келсік па? Былтыр отты, мен биыл тойын басқарып бердім. Құдай қаласа, суперприз менмін. Бірақ ұтып адам бірінші мен үйіне апарады, етін асады, массаж, пилинг. Сосын бір 4 миллиондай ақша бересіңдер. Жоқ, қалжыңсыз, умра бас жүлде, екінші приз, Сабыржанның тойы тегін той, біреуге, құдай қаласа. Подаркым болсын саған. Рахмет. Саған подаркым болсын. Өзімді подаркым, өзім анады. Сенің де басыңды айналдырып. Сол 3 миллион қадалып тұрмын қазір атаңын. Жиенкаң еронда оқып қалды оны жер. Маған қадады бірақшы. Бұл негізі сіздерді қосты ғой әңгімеге. Папам айтып атыр, мамам айтып атыр деп. Сөйтсем сіздерді білмейді екенсіздер ғой іштеген. Аферис. $200-дың $100 218 шапалақ. Рахмет. Шап. Не ішленді? 218. Апа? 218? Сенде? 218. Жоқ ғой, тоқта. Жоқ ғой, 218-де бір адам. Сіз кім боласыз? Сұлтанның туғандайы апасымын. Туғандайын апасы. Мысалға? Жездем болады, балдызымын. Апа, миымды ашытпай, конкретно кім боласыз айтыңызшы? Қарақалпақстан Республикасы Шымбай районынан Марат жездейдің балдызы боламын. Нема deyapsың, қола? Сен кім боласың? Мен туысқаны Бауыры Сұлтанбайдың. Қай жақтансың? Алматыдан. Туысқандары Алматылық емес бұның, Ода сенеңді уз деп тұр ма? Қарақалпақ деп тұр ғой. Мұрат ағам баласы ма? Онда бит. Ана Хажы апаға 218 битик. Битикті, битиктен анда қалайықта, мына жерін жыртамыз да. 210 қып ұстап отыр сен. Сол кез шақырам. Дұрыс па? 8-дің үстін алып тұрған ойыршы. Туыс қой, туыс. Жоқ, нағашы бөлек қой ол. $100 Қарақалпақстанға кетті. Шымбай. Рахмет.
Аман болыңыз апа. Қанша сом анау? мынау 1.200.000. Жаным. 1.200.000 теңгеңіз. 1.200.000 соңыңыз құтты болсын. Не алуға болады оған ауылда? Үлкен самолетпен ұшып кетуге де болады. Үйге керек затлардан алуға болады. Хамме затқа жетеді. $100 болсам, хамме Қарақалпақстан сатып алайын деп тұрсың тағы да, я? Қол соғып жібереміз Қарақалпақстанға $100. Рахмет. Келесі $100 жеңімпазы осымен. 124. Рахмет. Кім боласың? Күйеу бала. Күйеу баласың ба? Туған? Туған қарындасым. Жон, немене зат не беріп атсың? Берейін ба? Лайықты ма? Құтты болсын бауырым. Рахмет. Қарындасымызды ал, ақшаны ал, сөйді. Тоймайтын бәл екенбіз. Қызық болсын. 1000 теңгені кім ұтатын көрекші? Келесі 1000 теңгенің жеңімпазы. Жана $100 Алла маған беріп жатыр дегенде өсі кезде бәрің маған беріп басып. 1000 теңгенің жеңімпазы 168. Шапалақ. Рахмет, апа. Жоқ, сізге ризамын ше. Ол ақшада емес қой әңгіме. Нөмірі шыққанға билепке жатыр да. Ау. Сенде да шықты ма? Кел. 5 теңгелік бар ма бауырым? Мынаны бөлуге болады. Сіз кім боласыз? Мен құрдасымын. Құрдасы. Сен кім боласың? Жезес. Кім жезес? Сұлтан. Сұлтанның жезесі. Қай жақтың боласың? Хасан. Нарынқол. Местныйсың ба? Местный. Хау, местный адамдар бар екен бұл жерде. Қалай, ұнап жатыр ма? Жақсы. Іштен етпейді, бау, үйреніп кетесің. Бір-екі тақта көпірге барсаң, вообще сол жақтың адам боласың, құдай қаласа. Қазір, кімде 1000 теңге бар? 1000 теңге беріңдерші. Ау, өй, жаным, сен да таңа бәлесің ғой, 500 теңге алып келдің ба? Енді өзі қайтсы 1000 теңге шығады. Енді 500 теңге саған бауырым. Еңбегің бар ғой. Апа, 1000 теңгем құтты болсын, апа. Ке бауырым, бір қымбат сыйлықтан беріп қойын. Мынау сізге, апа. Анам бере қой. Мынау сізге, апа. Құтты болсын, апа. 1000 теңге тұрады. Алас па? 1000 теңге тұрады. Дұрыстап берсейші адам несі. Өзіме қаладан 1000 теңге, иншалла. Келесі сан. Неге 2 нөмірден салғансыңдар? Шатасқан болғанда. Бір столда емес, бәрінде сондай сияқты. Қазір қырғын омыраға 2 адам шығып қап. Мына жерде төбелесіп, имам бір жақтан, намаз бір жақта қалып. Шешең болып атпасын мына жері. Омыра не болды, көке деп атпақ. Омыраң, бер кел деп атпақ мына жерде. Маныкі дедім, маныкі! Манам ұшында деп тұрмайық мына жерде. 230 деген сан кімде? 230. Ласковый май, билеткен бәріңді жақтығымай. Қол соқпайыңыздар. Беламұрды. Рахмет. Атыңыз кім? Саламатсыз ба? Оналай. Кім? Оналай. Оналай деген анамызға қол соқпайыңыздар. Бұл кісі Оналай апа, сіз Қарекет қорының атынан
1481 баспананы ұтып алды. Шапалақ қайда? Балдары келсін бері қарай. Қарекет қорының атынан Сұлтанбайдың тойында құрметті ағайындар, бір отбасы. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all Рахмет. praises to Allah. Анамыздың осы балдарын өзі бағып, өзі қағып, ешкімнен қарыз сұрамай, ешкімнің алдына бармай, пол жуып, қолынан не келеді? Қызым көрікті болсын, ұлым ұлықты болсын деп жүрген осындай аналарға бір шапалақ соқпасақ ұят болады, құрметті ағайындар. Ана экрандағы үйді қараңыз, бұл сіздердің үйлеріңіз. Міне! Сұлтанбайдың атынан сол үйдің кілтін табыстауға рұқсат етіңіздер, ағайындар. Ділдәбекова Оңалай ханымның отбасына табыстаймыз. 1481 баспана Харекет қорының атынан шапалақ құрмет қошеметтеріңіз, қайырымдылық қолы, халықпен біргеміз дейді, ағайындар. Рахмет. Қараңыздар, бір нәрсе айтып кетейін. Мына жерде бәріңіз, мен шын жүректен айталам, бәріңіз 1000 теңгеден салдыңыздар ғой. Өтірік емес, салдыңыздар ғой. Айтпай қойыңыздар, бірақ салдыңыздар. Бір қараңыздар, соткыны шығарып, тағы да 1000 теңгеден салайық. Өткені сіздердің 1000 теңгелеріңіз бір отбасын баспаналы қылып жатыр. Күнде, бір күн сайын бір отбасылы болып жатыр. Мен мына жердегі осы анамызға 1 миллион теңге жиналды ғой. Осыны ойын күлкі қылып ойнатқанша, осының 500 мың теңгесін үйіне, қыздарына, сабағына киіндірсін, құрметті ағайындар. Сұлтанбайдың осындағы ағалары 1 миллион теңге ойнашы деп жинаған. Біз оны Дубайға береміз деп отқанбыз. Дубайға барып жүр ғой етак. Чапайдың өзі Дубай емес пе? Туысқаның жаныңда, ағайының әкешің жаныңда баспанаң бар. Соның өзі Дубай емес пе? Аяқ қолың сау, 12 мүшең сау. Балдарың ауру емес, соның өз Дубай емес па? Сондықтан, мына жерде 100 мың теңге Рахымжанның отбасының атынан, 100 мың теңге Жеңістің отбасының атынан. Рахымжан аға, бағанаға берген 200 мың, 100 мың теңгесін балдарға кетіп жатыр. 100 мың сіздің атыңыздан, 100 мың Женканың атынан, 100 мың менікі кетіп қалды, я? Өзім атынан еш. Жо. Асықпаңыздар. 500 мың теңге, үлкені ма қыздың? Келіңіз. Атың кім? Лейла. Лейла. Ертең барда өзің сіңілің ініңді киіндіріп ал. 500 мың теңге. Негізі бар ғой, Сұлтан. Мен жүрегім өте жұмсақ, білесің ғой. Атасын әлет сол 500 мың теңгенің бар ғой. Осы отбасына бүкіл мынау елдің атынан 1 миллион теңгені алыңызшы.
Аллаху әкбар. Аллаға шүкір. Аллах ұлы. Алла бәрін беруші, көруші, естуші, жеткеруші, бәрін сезуші. Сіздің ішіңіздегі дұғаны аузыңыздан шығармасаңыз да Аллах жүректің түбіндегін білуші. Бүгін сіз Харекет қорының атынан, қазақ елінің атынан, Харекет қорының басшысына бір шапалақ соғайық. Аллахтың разы болсын ол кісіге. Көп рахмет. Және мынау жиналған халық, сұлтанның достары, ағайын туыс, мынау болып жатқан Қарақалпақстан елінің тойы, қазақ елі білсін, Қарақалпақстандықтар осындай ақшамен үй табыстап атқан бір шапалақ соқпайық, құрметті ағайындар. Браво сөзіңіз. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, жалпы қазақ елі, саламатсыздар ма? Тойларыңыз құтты болсын, той иелеріне той құтты болсын деп айтам. Жастар бақытты болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Қазақ халқына алғысым шексіз. Осы отырған барлық жамағатқа үйлеріңізде тек қана той болсын, қуаныш болсын, бала-шағаларыңыз қызығын көріңіздер. Үлкен рахмет. Харекет қорының басшылығына алғысым шексіз. Өте ойлаған жоқ біз бұндай болады деп. Күтпеген жағдай болды. Аллаға шүкір, рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Әмин апа, құтты болсын. Ана көп баспаналарды пранк қып беріп жатады ғой. Мен сондай жасаймыз дегенбіз негіз. Мен жүрегім шыдамады. Жылатып қоямыз ба, бір бәле істеп қоямыз ба деп. Өзі балдарыңыз бәрі өзіңізге ұқсаған кәдімгі очкиына дейін, иә? Машалла. Аллах тағала отбасыңызға берекет берсін. Баспанаңыз құтты болсын. Шаңырағыңыз шайқалмай, осы қыздарыңыз білімді болсын. Қазіргі заман білімділердің заманы. Оқыңдар қыздар. Жақсы ма? Кел бауырым. Сенің атың кім? Бақберген. Бақберген, міне. Атының өзі айтып тұр, Бақберген. Алла сенің отбасыңа бақ беріп жатыр. Отбасылы шаңырағың құтты болсын. Қазақ еліне рахмет. Қазақ еліне рахмет. Ал апа, бәріміздің жүрегіміз толқып тұр, сондықтан бетекші. Сотканы бәрін қоя тұрайық. Сотканы қояқшы, өткен қазір қол соғуға мешайт етеді. Қолымызды көтерейік аспанға, бәріміз. Негізі тұрып ұрсақ та болады, иә? Осындай қазаққа, қазақ еліне үлкен үлес қосып жатқан Харекет қоры үшін тұрып шапалақ соғайық, ағайындар. Бірер істі бұйырсаң тындыратын қазағым, ұнамаған адамды сындыратын қазағым, қарыз алып Каспийден қайтармайтын қазағым, іші баса жыртам деп айқайлайтын қазағым, 9 сайын әйелін тудыратын қазағым, әйелім туды дабай деп жудыратын қазағым, мастер-батып тербап ой қылатын қазағым, Марат Құсап ең қымбат ресторанда бір ұлына той қылатын қазағым, көңілің қалай босасын, жырдан маржан шашасын, бір Алладан тіледім, Харекет қоры қияметке дейін жасасын. Алла разы болсын, құтты болсын, шаңырағыңыз берекелі болсын. Бір фотоға түсіп жіберейік. Келіңіздер. Келінді алып келсек, келінді. Қатыны барын ұмытып кете береді, таңертең. Есіне сақ қой көрі үйленген. Бір фотоға түсек. Керемет бір рухани болды, иә ағайындар, а? 1 миллион теңге, бір баспана. Машалла. Тағы мынандай нәрсе бар. Апа, сертификат берші, бренд болып. Сұлтанның қолы қойылған. Алып кел. Апа, кез келген уақытта
өмірлеріңіздің соңына дейін бренд плов жер бетінен жойылып кеткенше отбасыңызға бренд пловқа сертификат өмір бақи бесплатно тамақ ішесіздер. Осы рахмет. Осы сертификатты көрсетіп қоямыз. Біз енді 50 мың теңге деп жасаған болатынбыз халыққа, осы өзіміздің туысқандарға береміз деп. Дегенмен де осыны көрсетсеңіздер, мынау пока 2 точка бар, болашақта 15 точка ашамыз деген ниеттеміз. Алла сол күнге жеткізсін, Құдай қаласа. Осы келесі 2026-ның аяғына дейін кем дегенде 5 точка ашамыз деп ниеттенеміз. Құдай қаласа сол кездерде үйіңіздің жанында болып қалар, басқа жерде болып қалар, любой момент осыны көрсетіп, Алла бұйырса тамақ іше бересіздер. Көрсеткенде бүйтіп, ойбу мен сертификат үйде ұмытып кеттім, мен тамақ іше алмай қалам ба деп жүрмеңіз. Барыңызда просто айтыңыз, сұлтан, сіздің сұлтанның үйлену тойындағы харекет қорынан алған және сол жерде осындай бренд пловқа өмір бақи сертификат бесплатно тамақ. Әдемі емес па, құрметті ағайындар, я? Бір отбасын Алла берекет берсін. Бір отбасын тойдырсаң, Аллах сені тойдырады, бауырым. Сенің мына бизнесінің жүріп атқаны сенің мықтылығыңның арқасы, болмаса көкелеріңнің, ақшаларының арқасы емес. Аллахтың сенің ниетіңе беріп атқан, әкең мен шешеңнің ниетіне беріп атқан. Аллаға шүкір, мен сен жоқтап Батиямен қанша мына кісілердің қанша тойында болдым, ағалардың тойында. Менің айтатыным, менің қара шаңырағым Алматыда қара шаңырақ, бұл мен әкем келіп отыр, шешем келіп отыр деп айтамыз. Анау мынауды айта бермеймін мен. Сондықтан мәке пейіліңізге берсін. Енді осы біздің патшамыз патшадай ұлдарды туып берсін иншалла. Алла сол күнге жеткесін. Бір фотоға түсек, келіңіздер. Харекет қорына Алла разы болсын. Алла субханаллах тағала істеріңізге, кәсіптеріңізге берекет болсын. Қазақ елі біргеміз. 1000 теңгеменен бір отбасын қуантып жатқан қазақ еліне мыңда бір рахмет. Алла разы болсын баршаларыңызға. Рахмет. Шапалақпен шығарып салайық. Або. Рахмет. Рахмет. Я бақытты болыңыздар жаным. Ұсташы әйелің ғой сенің. Жаным, екеу күшті. Құдай бере салғандар. Өтте жақсы келін бұйырды, альхамдулилля. Рахмет. Мына келін жақтың туыстары, Алла разы болсын. Келіннің көріктілігі, әйелдің көріктілігі оның жүзіндегі макияжында емес, оның көркем мінезінде. Алла сіздердің келіндеріңізді тура өзінің енесі құсап беріп отыр ғой, көркем мінезді, адам баласын ренжітпейтін келін келді, Құдай қаласа деп ойлаймын. Енді көреміз 1-2 жылдан кейін. Пока күшті. Пока бәріміздікі күшті болған. Ау. Ой, біздің Шыраз деген ағамды кім таниды, а? Рахмет. Жоқ. Танымал әнші болған бөлек, танымал әнші болып тұрып, қазақтың болмаса көрерменнің любимчігі болған бір бөлек. Мына кісі танымал әрі любимчік қой. Рас қой. Шыраз аға, қош келдіңіз. Бір досым шақырыпты Алматыда, бір шақым шақырыпты нең бар Алматыда деген ән. Хит болды ма? Хит болды ма? Сол әнді орындаңызшы бүгін, Шыраз аға. Бір ауыз тілегіңіз Сұлтанбайға, одан кейін бір әніңіз. Рахмет сабыр. Ассалаумалейкумдер. Бүгінгі менің Марат, менің ең қиын күндерінде Қазақстанда Зүлпия екеуі қоллаған шаңырақлардың біреуі. Мен әр тойда айтамын. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойларға қолдасын. Әзір мені бұрын Марат қоллаған болса, Зүлпия қоллаған болса, әзір Сұлтан інім қоллап тұрды мені, Құда қаласа. Қала берсе қазақ халқы қоллап тұрды. Өзбекстан, Қарақалпақстан, Қырғызстан, әзір бәрі қоллап тұрды. Әмеңізге рахмет. Тойларыңызда қызмет ету бұйырсын. Жошамыз ба? Каз, аға. Сосын ана сіздің әйеліңіздің әні ма хит болып атқан? Пұл табачақ, машин алажақ деген әнді ескенсіздер ма? Осы кісінің әйелі екен, шапалақ соқып қойық, құрметті ағайындар. Алматыға шақырып алған бір досы, сөйтіп бұл жақтан әйел айтқан пұл табачақ, машин алажақ. В общем, жағдайын жасап отыр екенсің ғой, а? Шыразға қол соғайық, құрметті ағайындар.